Кеш жарық баршаңызға. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы коронавирус. Сонымен көршімізде не жағдай? Қытай билігінен басқа әлемдік ірі беделді ақпарат құралдары осы жағдайға байланысты не деп жатыр екен? Солардың біріне шолу жасасақ. Компанияның қысқаша сипаттамасы CNN International, яғни соңғы әлемдік іскерлік, спорттық және ойын-сауық жаңалықтары туралы ең жаңа ақпаратты ұсынатын жаңалықтар компаниясы баспасөз қызметі БАК, орысша айтқанда СМИ. Төменге описанияға тастап кетемін ссылкасын. Facebook әлеуметтік желісіне және осы сайттың ссылкасын тастап кетемін. Түп нұсқа оригинал өздеріңіз оқи бересіздер, оригинал вариантын. Енді бұл сайтта көріп тұрғандарыңыздай ағылшын тілінде орысшаға перевод жасауға болады, орыс тіліне. Яғни бүгінгі тақырыпты бүкіл әлемде коронавирус ауруымен ауыратындардың саны 64 мыңнан асты деп бастапты. Енді бұл жерде біз не жариялаймыз деп қойыпты. Осы жерден бастасақ, бұл жерде Қытай жаңа коронавирустың анықтамасына сәйкес 5090-нан аса көп жағдайды тіркеді дейді. Соның нәтижесінде әлемдегі жалпы саны 64435-ке жетті дейді. Қазіргі уақытта коронавирустан қаза болғандардың саны кем дегенде 1383 адамға дейін өсті дейді. Қаза болғандардың саны қайта қаралыпты. Бұрын тіркелген инфекциялар мен өлім жітімдердің жоғары саны деректерді жинау мен тіркеу қайталанғаннан кейін Қытайдың ұлттық денсаулық сақтау комиссиясымен төмен қарай қайта қаралды дейді. Қауіп тобындағы медицина қызметкерлері екен. Қытай олардың 1700-ден астам медицина қызметкерлері вирустық жұқтырған және олардың 6-ы қайтыс болғаны туралы жазылыпты, анықталыпты, айтылыпты. Бұл жерде бейсенбі күні бірқатар жоғары лауазымды қытайлық шенеуніктер өздерінің бекеттеріне посттарынан шеттетіліпті. Яғни ол жерде негізі Хубай және Ухан коммунистік партиясының басшылары екен. Яғни умерли дейді, яғни қайтыс болған. Енді где случаи заболевания коронавирусом дейді. Яғни бұл жерде әртүрлі жаңалықтар минут сайын, сағат сайын өзгертіріліп тұрады екен. Көрсек, бүкіл Қытай бойынша 48 мың дейді. Хубейдің өзінде 48 мың плюс дейді. 48 мыңнан жоғары адам тіркелген, жұқтырды деп. ақш 45 минут алдын яғни бұл жерде Қытайдан келген жаңағы данные дейді, мәліметтер жайлы айтыпты. Жалпы Америка құрама штаттары
Против количества и факта поступает из Китая о новом коронавирусе, сказал CNN министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар дейді. Яғни Қытайдан келе жатқан кез келген мәліметке біз жаңағы абайлап қарауымыз керек депті. Яғни бұл жерде денсаулық сақтау министрі ақш-тың жаңағы бізде қазірше дейді ограниченное воздействие коронавируса аз болғанымен күн жылығанда қойып кетеді деп үміттеніп отырмыз дейді. Қазіргі бізде анау айтқан адамдар көп емес, ауырып жатқан, бірақ күн жылыса қойып кетуі мүмкін. Ал мүмкін қойып кетпеуі де мүмкін, бұл вирустың күшеюі дейді. Себебі пневмония, өкпе жаңағы воспалениясы, қозуы ол жылы кездерде де бола береді дейді. Сингапур бүгін тағы да 10 жағдайдың осы ауруға қарсы анықталғаны, тіркелгенін туралы жазыпты Сингапурдың. Ал Жапонияда тағы да бір күндікке осы күнде 7 жағдай орын алыпты бүгіндікке. Жалпы 7, себебі бүгін тағы 2 жағдай қосылыпты осымен ауырғаны. Яғни Қытайдың басшысы, президенті дейді, үлкен сынақ бізге деп айтты дейді. Осы жайлы жазылған. Үлкен бізге дейді басшысы, үлкен сынақ бұл депті. Жаңағы коммунистік партиясының отырысында, мүшелерінің алдында, енді отырысының алдында следует предпринять усилия для улучшения профилактики эпидемии и борьбы с ними. Яғни онымен күрес жолдарын күшейтуге керек депті. Және де заңды күшейту керек депті. Области общественного здравоохранения и охраны дикой природы. Адамдардың денсаулығын сақтау менен жабайы табиғатты қорғау бойынша да заңды күшейту керек депті. Яғни бұл жерде шағын кәсіпорындар Қытай экономикасын негізінен құрайтын. Сондықтан да осы вирус дейді, сол осы шағын не үшін смертельный для многих дейді. Яғни шағын кәсіпкерлік үшін көп енді убытка болады деген сөз шығар енді. Япония объявляет об очередном вирусном случае дейді. Тағы бір болған туралы. Гонконг запускает фонд в размере 3 миллиардтан жоғары осы індетке қарсы ақша бөліп жұмсайтынын 1 сағат 30 минут алдын жаңағы жариялап белгілі болыпты. Гонконг 3 миллиардтан жоғары осы індетпенен күресуге ақша бөлгенін 1 сағат 30 минут алдын жариялапты. Енді бұл жерде Ресей жайлы да жазыпты. Россиянка избежала карантина по коронавирусу дейді. Закарати замок. Яғни қашып кеткен, себебі аурухана палатасына қашып кеткен дейді.
карантинде болған екен, нового коронавируса дейді. Енді оның үстінен жергілікті билік сотқа шағымданыпты, яғни ол айналаны қоршаған қоғамға қауіп қатер төндіргендігі үшін дейді. Әйел Қытайдан келген екен, осы қаңтар ақпан айының басында дейді, және ол бақылауда болған екен Санкт-Петербург қаласында. Енді осы жайлы ТАСС информагентство дейді, хабарлады дейді. Енді мына жерде бізге белгілі 4 біздің қазақстандық азаматымыз бар. Алмазная принцесса дейді, жаңағы үлкен кеме, круиз әлемдік саяхатқа шыққан, және қазір карантинде еді. Осы бүгін бұлардың ішіндегі жолаушыларын жаңағы босатылғанын айтты дейді Стефано Равера. Добровольный высадки, яғни түсіріп шығарылған круизного лайнера Diamond Princess закончилась не сегодня. Яғни бұл жерде кімдерді шығарылған критерий бойынша, яғни подтверждено случай заболевания жаңағы коронавирус. Енді қарап тұрсаңыз, 4,5 сағат алдын бұл жарияланған екен. Бұл жерде минут сайын, сағат сайын жаңалықтар жаңағы жарияланып тұрады. Ол жерде орыс тілімен оқи аласыз, бірақ қазақ тілі жоқ. Оны қазір Google'дан да, Яндекстен де аударып алуға болады. Әрине. Яғни бүгінгі білгеніміз ең маңыздысы 24 мыңнан аса адамға жетіпті жұқтырғандар, және ол жерде қайтыс болған адам 1383 адам екен. Және де Қытайдағы жұмыс жасап жүрген медициналық қызметкерлердің 1700-і жұқтырып, олардың 6-ы қайтыс болыпты. Бүгінгі видеом осымен аяқталады. Сау болыңыздар.